Кішкентай ат пен өзен. Бір күні анасы кішкентай аттан ұн тартуды сұрады. Ол 2 қап бидай алып үйден шықты. Ол күшті көңіл күймен жүріп келе жатып, бірақ өзенге келгенде диірмен өзеннің арғы жағында еді. Ал судан өтетін көпір жоқ еді. Сөйтіп, енді не істеу керек? Ол тұрып, өзен суының ағып жатқанын аңғарып тұрды. Содан кейін ол жағалауда шөп жеп тұрған сиырды көрді. Және одан сұрай: «Сәлем, сиыр. Өзен терең бе? Мен оны өте аламын ба?» «Әрине жоқ», деді сиыр. «Ол менің тобығыма дейін ғана терең. Сен өте алмайсың. Бұл қауіпсіз». Кішкентай ат өзенді кесіп өтуге дайын болды. Бірақ дәл сол сәтте ағашта отырған тиын оған айқайлай: «Кішкентай ат, суға кірме, тым терең. Сен батып кетесің. Бірнеше күн бұрын менің досым өзенде батып кете жаздады». Содан кейін кішкентай ат аяғын тез жинап алды. Оған анасына не істеу керектігін сұрауға тура келді. Анасы оның әңгімесін естігенде күліп: «Балам, басқалардың не айтатынына құлақ асудың қажеті жоқ. Бұл өмір сүру үшін жеткіліксіз. Сен өзіңді сынап көруің керек, сонда шындықты білесің». Кішкентай ат қайтадан өзенге оралды. Ол қайтадан аяғын суға салғанда, тиын тағы да айқайлады: «Бұл қауіпті. Сен өзеннен өте алмайсың. Маған сынап көруге рұқсат бер», деді ат. Содан кейін ол абайлап өзеннен өтті. Өзен сиыр айтқандай таяз емес еді. Және тиын сипаттағандай терең де емес. Ат үшін ол қолайлы тереңдік болды.